Достық үйінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанындағы аналар кеңесінің жиналысы өтті. Кездесу Нұрсұлтан Назарбаевтың анасы Әлжанға арналды. Ол ұлын үлкендерге құрмет көрсетуге, ұлттық құндылықты сақтауға тәрбиеледі. Кездесу барысында түрлі түйткілді мәселелер де қарастырылды. Бұл жайында толығырақ әріптесім тарқатады. Кездесуге келгендердің пікірінше Нұрсұлтан Назарбаевтың анасы Әлжан нағыз ананың үлгісі болуға тұрарлық тұлға. Себебі ол өз ұлының бойына барлық жақсы қасиеттерді сіңірте білді. Әлжан ананы барлығы да сыйлаған, ол үлкен жүректің иесі, сондықтан олын елжанды, еңбексүйгіш жан болуға тәрбиеледі. Кездесу барысында облыстық аналар кеңесінің жұмысы, қыздарды тәрбиелеуге арналған Қыз жібек клубын құру мәселелері қызу талқыға түсті. Қазіргі уақытта Солтүстік Қазақстан облысы ажырасу мәселесі бойынша алдыңғы орындарда. Сондай-ақ жүктілігіне қатысты мектеп жасынан тұрмысқа шығатын қыздар көбейген. Как правило, большинство браков распадается в первые 5 лет совместной жизни. Көбіне жас отбасылар алғашқы 5 жылдан кейін ажырасады. Қазіргі уақытта мінездерінің сәйкес келмеуі ажырасудың басты себебі болып отыр. Нәтижесінде кәмелетке толмаған балалар толық емес отбасында тәрбиеленеді. Статистикалық мәліметке сүйенетін болсақ, әр ажырасқан жанұяда 1-2 баладан болады. Сондай-ақ кәмелеттік жасқа толмай үйленгендердің саны көбеюде. 2015 жылы мұнда 49 отбасы тіркеліпті. Перинаталдық орталықтың бас дәрігері Жанна Маутова отбасыны жоспарлау және жастардың репродуктивті денсаулығына тоқталды. Бүгінгі уақытта солтүстік өңірде 570 мың адам тұрады. Оның 300 мыңға жуығы нәзік жандылар. Қуантатын бір жайт, жасанды түсікке баратын әйелдердің қатары сиреген. Результат, я думаю, выглядит в положительную сторону. 2015 жылдың 10 ай ішінде 15 жасқа дейінгі қыздар арасында жасанды түсік жасатқандар болған жоқ. Ал 2014 жылы 3 факті тіркелген болатын. Жалпы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша жүктілікті медициналық жолмен тоқтатуға баратын қыз-келіншектердің саны азайып отыр. Мемлекетіміздің басты құндылығы отбасы. Кездесуге келгендердің пайымдауынша, ұлтаралық татулық пен бірлікті нығайту үшін отбасының алатын орны ерекше болмақ. Лаура Талипова, Дарья Дмитриенко, Юрий Скаков, ақпарат.